Моңғол тәсілімен жасалған буызылар, яғни мантылар ерекше дәмділігімен әлемге әйгілі. Алдымен қамырдың міндетті түрде қатты билеп аламыз да, бір дем алғаннан кейін қамырды тағы бір рет дұрыстап июі қанғанша илейміз. Қамыр жұмсақ болмауы керек, сонда сорпасы төгілмей ішінде қалады. Ал ішіне салатын етті міндетті түрде қолдан кесіп, оған пияз, сарымсақ, құйрық май, қарабұрыш, тұз және молынан су құйылады. Енді 20-25 грамм аралықта кішкентай қамырдан кесіп, әрқайсысын жайып, салмасын салып түйеміз. Моңғол мантыларының ерекшелігі оны қалыңдау болады, ішінде көп сорпасы болады және басқаша түйіледі. Олай түйілу маңыздылығы да сол сорпаның ағып кетпеуінде. Менімен бірге жасап көріңіздер, керемет дәмді тағам. Тіркеліп сақтап қоюды да ұмытпаңыздар, астарыңыз дәмді болсын.